Жетісу өлкесінде Жамбыл ауданының абырой беделі қашанда биік. Жамбыл ауданы ақындар мен батырлар елі деп тегін айтылмаса керек. Бұл жер қазақтың ұлы тұлғалары ауыз әдебиетінің ғажайып үлгісін дүние жүзіне танытқан халық ақыны Жамбыл Жабаев теңдессіз дарын ұлы жырау, жыршы ақын Сүйінбай Аронұлы, Үмбетәлі Кәрібаев, белгілі жазушылар Балғабек Қыдырбекұлы, Уәлихан Қалижан, Нағашбек Қапалбеков, Жұмабай Шаштай сынды айтулы дарын иелері киелі Жамбыл ауданында дүниеге келген. Алматы облысына қарасты Жамбыл аудандық кітапханасы 1947 жылы ең алғаш 900 дана кітап қорымен құрылған. 2008 жылы облыс әкімінің қолдауымен бірден 21 ауылдық кітапхана ашылып, 42 штат бірлігі берілді. Бүгінгі таңда 25 кітапхана оқырмандарға жаңа технологиямен сапалы қызмет көрсетуде. Ауданымызда халық саны 174.800-ді құрайды. Жалпы кітапханадағы штат саны 65, оның ішінде 57 кітапханашы қызмет атқарады. Кітапхананың кітап қорында 526.913 дана кітап бар. Оның ішінде электрондық каталогқа 193.000 дана кітап енгізілді. Оқырмандар саны 36.410-ды құрайды. Жамбыл аудандық кітапханасы еліміздің мәдени мұраларын сақтап, халықтың рухани байлығын, білім деңгейін дамытатын рухани мәдени орын. Кітапханаға оқырмандарды тарту мақсатында оқитын ұлт, оқуға құштар оқырман жобаларымен шебер қолдар атты мүдделестер клубы қызу жұмыс атқаруда. Кітапханада абонемент, балалар бөлімі, оқу залы, коверкинг орталығы оқырмандарға қызмет көрсетеді. Коверкинг орталығы интернет желісіне қосылып, жаңа оргтехникалармен жабдықталған. Ерекше қажеттіліктері бар әлеуметтік топтарды инклюзиялық қоғамды дамыту маңыздылығын адамдарға көңіл аудару кітапханашылар үшін негізгі міндеттердің бірі. Осы орайда балалар бөлімінің кітапханашысы мүмкіндігі шектеулі оқырмандарға кітап, газет, журнал апарып, сұраныстарын интернет арқылы мәліметтермен толықтырып отырады. Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай Жамбыл ғасыр ақын атты конференциясы, Жамбылдың ұстазы Сүйінбай мен сұраншының жан серігі атты оқырман конференциясы ұйымдастырылса, әдеби өлкетану жобасы аясында Мен Алаштың ұлымын атты конференцияларда облыстық деңгейде өтті. Сонымен қатар облыстық деңгейде байқауларға қатысып, бірнеше рет диплом, жүлделі орындар мен алғыс хаттармен марапатталып, жаңа технологиялық үрдістерді меңгергені үшін 2011 жылы үлгілі ауыл кітапханасы статусын иеленді.